Қарағанды облысы 1932 жылы 10 наурызында құрылып, орталығы Петропавловск қаласы болды. 1936 жылғы әкімшілік бөлінісі бойынша Қарағанды облысы 2 облысқа бөлінді. Солтүстік Қазақстан орталығы Петропавловск қаласы және Қарағанды облысы орталығы Қарағанды қаласы. Осылайша 1936 жылдың 29 шілдесінен бастап Қарағанды әкімшілік және мәдени облысының орталығына айналды. Қарағанды көмір өндірісінің игеруі 1929 жылы Қарағанды көмір тресін ұйымдастыру туралы шешім қабылданған кезде басталды. Облыс аумағында көмір өнеркәсібінің дамуымен қатар мыс индустриясының кәсіпорындары тез дамыды. 1929 жылы 2 маусымда Қазақстанда түсті металлургиясының дамыту қаулысында қабылданды. Сол жылы геолог Русаков Қоңырат мыс кенінің орнын геологиялық және экономикалық негіздемесін жасады. Ол Қоңырат өзінің қорлары бойынша бұрынғы КСРО-дағы сол кездегі белгілі барлық мыс кен орындарының асып түсетінін және мыс балқыту зауытының кен базасын ретінде қызмет ете алатынын дәлелдеді. Балқаш өңірінде құрылыс басталды. Алғашқы құрылысшылар киіз үйлерде, жер үйлерде тұрды. Құрылыс материалдары түйелермен жеткізілді. 1932 жылы 29 маусымда Наркомтяжпром коллегиясы мыс балқыту комбинатын салу туралы қаулысымен Балқаш көлінің жағасында қаланың жылу электр станциясының, мыс балқыту зауытының, байыту фабрикасының, мыс балқыту зауытының негізгі өндірістік ғимараттарының орналасу орнын бекітті. 1935 жылы Балқаш Қарағанды темір жол салынды. Қоңырат ауылы сол кезде айтарлықтай өсті. 1937 жылдың сәуір айында Балқаш құрылыс поселкесі Балқаш қаласы болып қайта құрылды. Ұлы отан соғысы жылдарында облыс еңбеккерлері фашизмді жеңудің бүкіл халықтық іске елеулі үлес қосты. Қарағанды көмір бассейнінің жезқазғанның кәсіпорындары Балқаш, Қарасақпай, мыс қорыту зауыттары үлкен рөл атқарды. Кеншілердің қажырлы еңбегінің арқасында Қарағандыда көмір өндіру 2 есеге артты. КСРО-ның батыс облыстарынан көшірілген өнеркәсіптік кәсіпорындар жедел қарқынмен қатарға қосылды. 1941 жылы Луганск қаласынан өзінің жабдықтарымен, кадрлық жұмысшылармен, инженерлік техникалық қызметкерлермен эвакуацияланған Пархоменко атындағы зауыт 1 айдан кейін әскери өнім бере бастады. Барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін ұранмен кеңес әскерінің жауынгерлеріне облыстық ауылдың ауданарлық азық-түлік тиелген керуендер жөнелтілді. 50 жылдары Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы табысты дамыды. Тың және тыңайған жерлерді игеру маңызды кезең болды. 1958 жылға қарай тыңда 1.232 гектар игеріліп, 16 ірі тың совхоздары ұйымдастырылды. Дәнді дақылдардың егіс алқаптарының кеңеюі облысқа 60 миллион пұттан астам нан жинауға мүмкіндік берді. 1958 жылы 6 қазанда облыс Ленин орденімен марапатталды. 60 жылдары облыс картасында жаңа серіктес қалалар пайда болды. Саран, Абай, Шахтинск.
Соғыс жылдары 1943 жылдан бастап Саран көмір кен орнын игеру басталды. Саран жұмысшы поселкасы тез өсті. 1944 жылдан 1958 жылға дейін 6 шахта пайдалануға берілді. Бұлар 106, 105, 101, 107, 120, 121. 80 жылдары саладағы ең ірі Қарағанды көмір бірлестігінің құрамына 26 шахта, 2 көмір разрезі және 100 мың адам еңбек еткен. Ондаған басқа бөлімдер кірді. Жыл сайын 50 миллион тонна жуық көмір өндірілді. 1978 жылдың қаңтарында қарағандылықтар кеншілер 1 миллиард тонна көмір шығарды. 1984 жылы Қарағандының құрылғанына 50 жыл толуына орай КСРО жоғарғы кеңесінің төралқасының еңбекшілердің социалистік құрылыстағы зор еңбегін, елді индустриялаудың үлкен рөлін және Ұлы Отан соғысында жауды талқандауға қосқан елеулі үлесі атап өтіп, қаланы еңбек қызыл ту орденімен марапаттады. Қазіргі уақытта Қарағанды облысы республикада ең ірі облыс болып табылады. Оның әлеуетінің Қазақстан үшін зор экономикалық және саяси маңызы бар.